Жаз мезгілінде қыз-келіншектердің көбісі артық салмақ тастауға тырысады. Тез арықтаймын деп түрлі монодиетаға отырады. Бұл дегеніміз 4-5 күн немесе бір апта бойы тек қана бір тағамды ғана жеу. Сол арқылы ағзаны тазалап, аз күннің ішінде тез салмақ тастайды. Ал бұл дұрыс па? Алма, арбуз және де басқа смузилардан ғана тұратын, бір ғана өнімнен тұратын монодиеталарды ұстаған кезде сіздің ағзаңызда витамин және минералдардың жетіспеушілігі байқалады. Монодиеталардың тағы да бір кері әсері, ол сіз салмақ тастағаннан кейін, біраз уақыттан кейін ол салмақты сіз қайтадан қосып аласыз. Неге? Себебі сіз ол кезде суды жоғалтасыз, ал біраз уақыттан кейін ол су қайтадан қалпына келіп, сіздің салмағыңыз артыла түседі. Сол себепті монодиеталарды ұстамауға кеңес беремін. Диетаның бұл түрін ұстағанда ағза әлсірейді. Бас айналуы, шаршау, көңіл күйдің болмауы жиі кездеседі. Себебі тез арада арықтау ағза үшін стресс. Сондықтан мамандар монодиетаның орнына әр 2 сағат сайын аз мөлшерде дұрыс тамақтануға кеңес береді. Тек қана монодиетаны сақтамай, өзіңіздің менюңызда бірнеше, мысалы, жеміс-жидек, көкөніс, ақуыз, түрлі майлар қосылған болу керек. Бірақ тамақтың құрамындағы майлардың үлесін қадағалағаныңыз жөн. Және де суды көп тұтынған өте пайдалы. Сол кезде сіздің арықтауыңыз тез жүреді де денсаулығыңыз жақсара түседі. Артық салмақтан арылу үшін алдымен терапевт, эндокринолог мамандарға қаралып, эндокриндік жүйеге сынама тапсыру керек. Сонда ғана дәрігерлер талдау нәтижесіне сай қандай диета ұстауға болатынын анықтап береді. Ал аз уақыт ішінде көп салмақ тастау денсаулыққа қауіпті екенін ұмытпаңыз.